Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз тағы да 7-ші сынып алгебра курсының алгебралық бөлшектерді қосу және азайту тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Алгебралық бөлшектерді қосу және азайту тақырыбына есептер шығаратын боламыз. Өткен сабағымызда біз 39-да 5-ші есепке дейін шығарған болатынбыз. Бүгін ары қарай 39-да 6-дан бастап тапсырмаларды орындаймыз. Балалар, біз осыған дейін алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану ережесін айтып кеткен болатынбыз. Тағы рет қайталай өтейік. Алгебралық бөлшектерді қосу және азайту, жай бөлшектерді қосу және азайту ережелеріне ұқсас. Бізде алгебралық бөлшектерді қосып азайту үшін бөлімдері бірдей болған жағдайда бөлшектің бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз да алымдарын қосамыз. Азайтуда дәл солай орындалады. Егер бөлімдері әртүрлі болған жағдайда біз ең кіші ортаға еселік беріп, содан кейін барып толықтауыш көбейткіш беріп, ары қарай тапсырма алгебралық бөлшекті қосу немесе азайту амалдарын орындаймыз. Енді 39-да 6-шы есептен бастайық. Номері 39-да 6. Бізге айтады, бұл жерде өрнектің мәнін табу керек. Яғни x тең 57 болғанда x квадрат плюс 1 x минус 3 азайту 10 бөлінген x минус 3 өрнегінің мәнін табу керек. Міне бөлімдері бірде алгебралық бөлшек беріліп тұр бізде, яғни x минус 3 болады, ең кіші ортаға еселігіміз. Өзгеріссіз өз жазылады. Алымдарын азайтамыз. X квадрат қосу 1 азайту 10 тең x минус 3 бөлшектің бөлімі өзгеріссіз, алымы x квадрат минус 9. Енді қарап отырсаңыздар, x квадрат минус 9, яғни алымы бізде көбейткішке жіктеуге болады, яғни қысқаша көбейту формулаларына келіп тұр. X квадрат минус 9 дегеніміз көбейткішке жіктесек x минус 3 және x плюс 3-тің көбейтіндісі түрінде жазуға болады. Бөлімі x минус 3. Осы жерден x минус 3 пен x минус 3-ті қысқартсақ болады. Сонда 57 жоқ. Толық жазайын, қалдырмай. X плюс 3 қалды. Бұл жердегі x-тің орнына 57-ні қоямыз. Қосу 3 тең 60. Міне өрнектің мәнін тап деді. Өрнектің мәнін таптық. 60 шығады екен. Осы 39-да 6-шы есептегі біріншісін көрсетті мен. Осы үлгіге қарап отырып, 39-да 6-ны, 39-да 7-ні орындасаңыздар болады. Келесі есеп бізде 39-да 8. Бұл жерде біз өрнекті ықшамдауымыз қажет. Өрнекті ықшамда дейді. 39-да 8. Өрнекті жазайық. Бірінші өрнекті жазайын мен. 12 азайту 2x бөлшектің бөлімі x минус 2 қосу екінші алгебралық бөлшегіміз 10 минус x 2 минус x тең. Енді қараңыздар. Ең кіші ортаға еселік берейін десем, мысалға x минус 2-ден ең кіші ортаға еселік x минус 2 дейін. Бірақ екінші бөлшегім x минус 2-ге ұқсамайды, таңбалары әртүрлі. Демек, 2 минус x-ті, яғни екінші алгебралық бөлшектің бөліміндегі санды мен осы x минус 2-ге келтірейін. Яғни бірінші x плюс 2 орындарын ауыстырсам. Не артық болып тұр, немесе не жетіспей тұр.
Мен осы минус x плюс 2 деген бөлшекті, өрнекті минус 1-ге көбейтейін. Көбейту минус 1. Сонда менде қандай өрнек шығады? Менде өрнегім x минус 2 болады, я? Демек, мен осы жерде x минус 2-ден ең кіші ортаға еселікті берсем, x минус 2-ні x минус 2-ге бөлсем 1, x минус 2-ні 2 минус x-ге бөлсем минус 1 шығатын көруге болады. Демек, алымдарын жазатын болсақ, 12 азайту 2x, минус 1 мен 10-ды көбейтсек, минус 10, және минус 1 мен минус x-ті көбейтсек, плюс x, тең x минус 2 бөлімі алымы. 12-ден 10-ды азайтамын, 2, минус 2x-ке плюс x-ті қосамын, минус x шығады екен. Тең. Тағы да таңбаларымен ғана ерекшеленіп тұр, я? Екеуін қысқартуға болады. Қысқарта аламыз екеуін. Жауабы минус 1 шығады. 1 шығар еді, бірақ таңбалары әртүрлі болып тұр. Мысалы, 2-нің алымда плюс болып тұр, бөлімінде минус болып тұр. X минус болып тұр, бөлімінде плюс болып тұр. Демек, екеуін қысқарту үшін, екеуін бірдей қылу үшін, яғни, мен минус 1-ді көбейтіп жіберемін. Сонда, минус 1-ді көбейтіп жіберсем, x минус 2 болады. Бұл өрнегіміз 2 минус x-қа тең. Сонда жауабы минус 1 шығады екен. Яғни, x минус 2 мен x минус 2 қысқарады да, жауабы минус 1 шығады. Міне осы көрсетілген үлгі бойынша сіздер 39-да 8-ді орындасаңыздар болады, және 39-да 9-ды орындасаңыздар болады. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.